Камшат Бекжігітова. Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт. Өзіңді жақсы көру. Мен өткенімді өзімнен босату жаттығуын жасап болған сәттен бастап, күніне бірнеше рет айнаға қарап, үйдегі кішкентайымды еркелететін сөздерімді, жалпы жер бетінде қандай жақсы сөз бар, барлығын өзіме арнап, дауыстап айтатын болдым. Мысалы, күн сайын таңертең айнаға қарап, жаным сол, Камшатым менің, қайырлы таң, ақылдым менің, мен сені қатты жақсы көремін, сен жер бетіндегі ең жақсы адамсың. Бүгін саған көптеген жақсы тосын сыйлар жасаймын. Бүгін біз үшін ең керемет күн. Сұлуым менің, ақылдым менің, білімдім менің, еркем менің, тәттім менің, қасы да әдемі, көзі де әдемі, жақсы көремін сені, деп міндетті түрде айтамын. Біреулерге оқып отырғанда күлкілі болып көрінетін шығар, бірақ сонда да жасауға кеңес беремін. Себебі осылай күнделікті айнаға қарап өзіммен сөйлескелі бері өзіме деген махаббатым күн сайын арта түсті. Шынымен де ақылды, әдемі екенмін. Мұны мен ғана емес, жан-жағымдағылар да байқағандай. Киіміме қатысты, өзіме, түріме, сөзіме қатысты айналамнан мақтаулар көп еститін болдым. Ешкім, ойбай, Камшат өзін өзі жақсы көріп үйреніп жатыр екен, бізде оған жақсы сөз сөйлейік деп өзгерген жоқ. Тіпті менің осылай білім алып жатқанымды басында ешкім білген емес. Мұндағы жалғыз құпия мен ғана, өзіме ғана деген көзқарасымды өзгерттім. Біз өзімізді жақсы көрмей, ешкім бізді жақсы көрмейді. Біз өзімізді бағаламай, ешкім бізді бағаламайды. Жетістіктің барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Бақыттың барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Луза Хей айнаға қарап өзіңмен сөйлесу туралы көп жазған. Бұрын айнаға қарағанда ылғи ұнамайтын жерлерімді ғана байқап, мұрнымды тыржитушы едім. Бір мен ғана емес. Көпшілігіміз айнаға қарағанда ылғи өзімізге көңіліміз толмай жатады. Жалпы айнаны тек боянып тарану үшін ғана ойлап тапқандай қабылдаппын. Айнамен жаттығу жасау алғашында маған да оңай болған жоқ. Тек қайталау арқылы ғана барлығын үйренесіз. Айна мен үшін әр адамның өз сұлулығына тамсанып қарауға, қарағанда ар жағындағы сұлу қыздың әдемі жүзін көріп, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін керек. Айнаға қарап, күлімдесең ар жағындағы тәтті қыз да күлімдейді. Қабақ шытсаң, ол да қабақ шытады. Өмір де тура осындай айна сияқты. Өзің күлсең, саған да күліп қарайды. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсең, соны аласың. Немесе басқа адамдардың өзіңе қалай жасағанын қалайсың, басқаларға сен де солай жаса дейді. Еш нәрсені күтпе, ең бірінші өзің алғашқы қадам жаса. Барлығын өзіңнен баста. Бұл жерде қаржылай тақырыпты айтып тұрған жоқпын. Рухани жағынан қараңыз. Ешкімді кінәламай, барлығын кешіріп, өткенді өзімізден босатып, өзімізді жақсы көріп өмір сүрсек, жүрегіміз мейірімділік пен махаббатқа толы болары сөзсіз. Дұрыс сөз сөйле, жақсы ой ойла, жақсы көр, махаббатыңды бер, қол ұшын соз, титтай болсын, қуаныш сыйла. Есесіне еш нәрсе күтпестен рухани барыңмен бөлісуге тырыс. Бергеніңнің барлығы еселеп, өзіңе қайтып келері сөзсіз. Бұл заңдылық. Мұндағы өзгеріс жақсы сөз сөйлеу, жақсы ой ойлау, жақсылық жасау, барыңмен бөлісу сияқтының барлығы да тегін. Әркім өзі ғана жасай алатын ғажайыптар. Тек таза ниет болса болғаны. Ең бастысы осы айтылған кеңестер бойынша алғашқы қадам жасаңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келетініне сенемін. Мен өзімді қалай жақсы көре бастадым және қандай жағдайда тұрсам да тек жақсы сөз сөйлеп үйрендім. Алдымнан бүкіл сәттіліктің есігі ашыла бастады. Өмір сүру жеңілдей түсті. Өмірге деген құштарлығым арта бастады. Өмірдегі небір таңғажайыптардың қыр-сыры ашыла түсті. Ең бастысы өзіме, өзгеге, өмірге, қоршаған ортаға деген махаббатым, сүйіспеншілігім арта берді.
Айналамнан тек әдемілікті көремін. Жан-жағымда тек жақсы адамдар жиналуда. Мен үшін өмірде барлығы үст-үстіне жақсарып келеді. Себебі мен өзімді жақсы көре бастадым. Ақырындап ойымды, сөзімді өзгерттім. Мен дұрыс әрекет жасадым.